Стив Джобс, Apple компаниясының негізін қалаушы. 56 жасында рак ауруынан қаза тапты. Қанша байлығы болса да, ажалды жеңе алмады. Ақтық сапарға аттанар алдында мына сөздерді жазып қалдырған екен. Бүгінгі күнді дұрыс тұжырыммен аяқтап, алдағы жаңа күнді жақсы оймен қарсы алам десеңіз, бір тыңдап шығыңыз. Мен іскерлік әлемде өз шыңымды бағындырдым. Сырт көз менің өмірімді жетістіктің мәні секілді қабылдады. Бірақ менің жұмыстан өзге де қуанар ісім көп болды. Түптеп келгенде, байлық жай ғана менің бойым үйренген өмірдің бір фактісі. Дәл қазір төсекке таңылып жатып, өткен өмірімді көз алдымнан өткізсем, жанымды алмай қоймайтын ажалдың алдында байлығымның еш мәні жоқ екен. Сіз көлігіңізді жүргізушіге тапсыруыңыз мүмкін. Сіз үшін өзге біреу ақша табуы мүмкін. Алайда ешкім сіздің ауруыңызды өзіне алып, сіздің орныңызға төсек тартып жата алмайды. Материалдық құндылықтарды қашанда табуға, сатып алуға болады. Бірақ тауып та, сатып та ала алмайтын бір нәрсе бар. Ол сіздің өміріңіз. Өзгелерді құрметтеп, өзіңізге еркіндік беріңіз. Жас ұлғайған сайын ақыл тоқтатамыз. Осылай жүре-жүре $30 тұратын сағатта, $300 тұратын сағатта бір уақытты көрсететінін түсінеміз. $30 тұратын әмиян ұстасақ та, $300 тұратын әмиянымыз болса да, ішіндегі ақшаның саны бірдей болады. $150,000 көлігін мінсек те, $30,000 тұратын көлік айдасақ та, межелі жерге бұйырған уақытында жетеміз. 300 шаршы метрді құрайтын жерде тұрсаң да, 3000 шаршы метр жерде тұрсаң да, жалғыз болсаң, бәрібір жалғызсың. Ішкі әлеміңіздің бақыты бұл әлемнің материалдық заттарымен өлшенбейді. Жоғары класс билетін алсаңыз да, эконом класс билетімен ұшсаңыз да, ұшақ жерге құласа, сіз де бірге құлайсыз. Жаныңызды түсінетін достарыңыз не жай ғана ашық әңгімелесе алатын таныстарыңыз болса, бақыт деген сол. Әлемдегі ең керемет 6 дәрігер: күн көзі, демалыс, жаттығу, дұрыс тамақтану, өзіңе және достарыңа сенім арту. Өмірдің әр сатысында осыларды берік ұстанып, өмірдің ләззатын ұзақ сезініңіздер.